Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымызды iTest.kz деген сайттың ішіндегі математика сауаттылық пәні бойынша есептер шығарып көрейік. Мысалы, бірінші сұрақтан бастайық. Міне 400 санының 5%-ын тауып, шыққан санды 5%-ға арттырғанда қандай сан пайда болады дейді. Яғни бұл жерде кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін. Мысалы, мынандай сұрақтар болады. 5%-ға азайтып 5%-ға арттырып деген сияқты сұрақтарды да мысалы балдар көп жатсады. Мысалы, қайтып орнына келді ғой деп қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде мына нәрселерге мән беру керек. Мысалға, пайыз деген кезде, мысалы пайыз деген кезде сіздер енді мен оқушылар мысалға мынандай бір 100 клетканы елестетеді деймін. Мысалға, мына жерге бүкіл 100 клетканы салмай ақ қояйын, Былай да 10, былай 10 қылып бөліп алсаңыздар, былай жалпы мына жерде 100 клетка бар деп ойлаңыздар, 100 клетка бар деп ойлаңыз. Соның біреуі міне мысалға 1% болып есептеледі. Екеуі міне 2% болып есептеледі. Енді бізде 5%-ын тап деп тұр, яғни осы 100 клетканың ішінде 5-еуі ғана боялды деп ойлаңыздар. Міне 5-еуі, әр жерде любой жерден. Енді сіздер ойлаңыздаршы, мына 100 клетка бар ғой, бәрі бірдей, ішінде бірдей сандар жазылған. Сол бүкіл сандарды қосқанда 400 шығып тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Сонда әрбір клетканың ішінде қандай сан жазылып тұр? Әрбір клетканың ішінде 4 деген сан жазылып тұр. Кездестер ме? 4, 4, 4, 4. Мына іштерінде бәрінде 4 деген сандар бар. 4, 4, 4. Сондай 100 клетканың ішінде 4 болса, бәрін қосқанда 400 шығып қой ма? Енді сол 5-еуі ғана боялып тұр ғой, 5-еуі ғана. 5 боялған клеткадегі сандарды қосыңыздаршы. Яғни 4 көбейту 5 қоя, сонда 20. Сонда не деген сөз? 400-дің 5%-ы 20 деген сөз ғой. Пропорциялық та шығару болады, 400 деген ол 100%, 5%-ы қанша деген сияқты. Жалпы пайыз дегенді көз алдыңызда түсінік бару үшін осылайда бір түсіндіріп көрейін дедім. Енді жалпы пропорция түрінде түсіндіретіндер көптеген мұғалімдер бар ғой. Енді 100 клетканың көмегімен де бір елестетіп отырыңыздар. Енді сонымен біз міне үтірге дейінгі сөйлемді қарадық. Міне 400 деген санның 5%-ын таптық. Енді шыққан сан бар ғой, шыққан санды 5%-ға арттырғанда дейді. Түсінесіздер ме? Шыққан санды бізде қандай сан шықты? Бізде 20 деген сан шықты. Соны 5%-ға арттыру керек. Яғни 20 деген санның 5%-ын тауып, үстіне соны сол санды қосамыз 20-ның үстіне. Түсінесіздер ме? Мысалы, енді 100 клетканы тағы да елестетіңіздер. Сол 100 клетканы елестетейік, соның 5%-ын табайық міне. Мысалы, 100 клетканың ішінде барлығын қосқанда 20 деген сан шығу үшін әрбір клеткада қандай сан жазылып тұр деп ойлайсыздар? Түсінесіздер ме? Мысалы, тағы да осылай 100 клетканың ішінде 4 емес, бір басқа сандар тұр, бәрін бірдей. Бүкіл санды қосқан кезде, 100 клеткадегі бүкіл санды қосқан кезде не бары 20 деген сан шығу керек. Яғни істейміз, 20-ны 100-ге бөліп жібереміз ғой. Сонда 0,2 екен. Сонда әрбір клетканың ішінде 0,2, 0,2, 0,2 деп жазып тұр ғой сонда. Түсінесіздер ме? 0,2, толған 0,2-лер. Соның 5-еуі қанша болады? 0,2-ның 5-еуі 1 болады ғой, 1 болады. Сонда біз не істедік міне? Тағы бір қайталап шығайық. 400 деген санның 5%-ын таптық. Ол 20 болды. 20 болды. Енді 20 деген санды 5%-ға арттыру керек. Біз 20-ның 5%-ын тауып алдық. 20-ның 5%-ы ол 1 екен. Енді соны арттыр дейді, яғни 20-ға 1-ді қос деп тұр ғой. Сонда 21. Сонда бірінші сұрақтың жауабы А вариант екен. Екінші сұрақ. Тақтамын жоқтайық. Так, сыныптағы қыздар ұлдардан 25%-ға артық дейді. 25%-ге артық. Қыздар ұлдардан артық болып тұр, қыздар көптеу. Және барлығы 27 оқушы екені белгілі болса, сыныпта қыздардың саны ұлдардың санынан нешеге артық екенін көрсетіңіз дейді. Енді бұл жерде барлығы 27 оқушы, барлығы 27 оқушы. Енді пропорция қылып та шығару болады. Мысалға 27 оқушыны оны біз 100% дейік. 100% дейік. Енді сыныптағы қыздар ұлдардан 25%-ге артық дейді. Қалай ойлайсыздар сонда? Қыздар неше процент, ұлдар неше процент?
қыздар ұлдардан 25%-ке артық деп тұр ғой. Яғни мысалға мына жерде ұлдардың пайызы бар, мына жерде қыздардың пайызы бар мысалға. Екеуін қосқанда 100% шығу керек қой, түсінесіздер ме? 100% шығу керек. Сосын мысалы қыздар дедік па, мысалы ұлдар болды ма? Мына қыздар 25%-ға көп болу керек. Мыналар 25%-ға көп болу керек. Нешеде деп аламын сонда? Мысалға 50-де 50 болсам, қосқанда 100 шығады. Бірақ мына екеуі тең болып тұр, 50-де 50 болып. Ал бізде қыздар жағы көптеу болу керек. Сонда қалай қылып бөлеміз сонда? Бірден келтіре алмасақ, жай ғана ұлдар енді аз ғой, оларды x деп қойып, ал қыздар x қосу 25%. Осылай да істеуге болады. Осы теңдеуді шығарып жіберсеңіздер, 2x, яғни x-ке x қосып тұрмын 2x. Мына 25-ті мына 100 жаққа шығарам, пайыз ғой енді. 100-ден 25 азайтылып қалады. Так, мына жерде тең қылып жіберейік. Жүзден 25 алсақ 75 педі. Так, енді 75-ті аламыз да 2-ке бөліп жібереміз. Сонда қаншадан келеді? 37,5-нан бола ма? 37,5. Сонда не деген сөз? Бізде ұлдар 37,5%-да көрсеттік. Қызылмен жазып қойын. Ұлдар 37,5%, яғни 37,5%. Ал қыздар бізде 37,5-нің үстіне 25% болса қанша болады? Так, 62,5-да. 62,5%. Қыздар шамалы көптеу, ұлдарға қарағанда 25% деді, осы міне келіп тұр. Так, енді соны қыздардың саны, ұлдардың саны нешеге артық екенін көрсетіңіз дейді. Бір қыздарды, ұлдарды таба салайық. Мысалы айттық қой жаңа, 27 оқушы, ол 100% дедік, дұрыс па? Енді бізде мысалға 37,5 табай қалды. 37,5% ол неше оқушы екен табайық. Қарапайым ғана пропорция. 37,5 мен 27-ні көбейтіп 100-ге бөлемін ғой. Бұл жерде алымында бөлімді 10-ға көбейтіп жіберейін. Содан өтір кетіп қалсын. 375 болып қалсын. 375 пен 1000-ды қысқартайық. Екеуінде неше 25-ге қысқартамыз ба? Сол кезде 1000-ды 25-ге бөлсек 40 болады да. 375-ті 25-ге бөлсек, қанша болады? 300-дің ішінде 12, ар жағында қателеспесем 15-те. 15 пен 40 тағы да қысқарса, 5-ке қысқартып жіберейік. 8. Мына жақ қанша? Что-то мына жер бүтін сан шықпай қалды ғой. Мына жерде енді байқағандарыңыздай бүтін сан шықпай тұр. Енді 5-ке бөлгенді көріп отырсыздар ғой. Бұл жерде 3 қалып тұр. 3-ті 27-ге көбейтем, оны 8-ге бөлем. Ол кезде бір бүтін сан шықпайды да, енді 10 бүтін қанша бірден 10 бүтін оннан бірден шайынып тұру. Яғни бүтін сан шығу керек қой, бұл жерде 10, 5, 9 деген сияқты айтты. 10 бүтін бала, қалған баланың бір кішкентай кусок деп айтпаймыз ғой. Сондықтан мына есеп қате кеткен, или бір шартында дұрыс түсінбей тұрып екен. Барлығы 27 оқушы деп айтылған. Қыздар ұлдардан 25%-ға артық дейді. Идея былай еді ғой, мысалға 37,15% тауып алсақ қазір. 37,15% тауып алсақ, ұлдардың саны мысалға. Қалған енді 27 оқушының қалғаны қыздар болады ғой. Ұлдардан қыздарды алып тастаймыз, болды. Жауабы шығу керек еді.
сол бізде дұрыс болмай тұр. Жақсы, енді білмеймін. 6 деп белгілей салайық. Көреміз енді. Так, келесі. Үлкен шашының қандай пайызы боялғанын табыңыз дейді. Ал үлкен шашының қандай пайызы боялған дейді. Так, бұл жерде бүйтіп жасауға болады. Мысалға андай ішінде клеткалар тұр ғой, кішкентай клеткалар. Сол неше клетка бар деп сұрақ қойсам, не деп жауап берер едіңіздер? Мысалы, бұлай бесеу, яғни 25 клетка бар. Мына үлкен шашының ішінде 25 клетка бар. Сол 25 клетка бізде не болады? 25 клетка бізде ол 100% болады. Енді ішінде нешеуі боялған? 9-ы боялған, келсеңіздер ме? 1, 2, 3, мына жерде 3-еу, мына жерде 3-еу, 9-ы боялған. Сол 9-ы неше пайыз дейсіздер ғой? Осы пропорция шеше қою керек. Так, сол кезде 25-ке бөлеміз, 9 бен 100-дің көбейтіндісіне. 100 бен 25 қысқарады, мына жерде 4 қалады, 9 4-ің 36. Яғни 36 деген жауапты белгілеуіміз керек. Так, бұл есеп кетті. Дене шынықтыру сабағында келесі сұрақ. Бір топ оқушылардың 100 метр қашықтыққа жүгіру Дене шынықтыру сабағында бір топ оқушылардың 100 метр қашықтыққа жүгірген уақыттарының көрсеткіштері кестемен берілген. Уақыттың өзгеріс ауқымын табыңыз дейді. Өзгеріс ауқымы деген не? Өзгеріс ауқымы деген ең үлкен саннан ең кішкентай санды алып тастау. Яғни уақыттың өзгеріс ауқымы дейді. Яғни уақыт деген жақтың, уақыт деген кестеде жазып тұрған сандар бар ғой. Соның ішінде ең үлкен сан қайсысы? Ең үлкен сан менің көруім бойынша 23,1. Ал ең кішкентай сан қайсысы? 15,6-дан кішкентай бар ма? 15,4 бар екен, 15,4. Сол ең кішкентай. 15,4. Соны бір-бірінен азайтсаңыздар, бізде өзгеріс ауқымы шығады екен. Так, мына жер 7,7 ал. Дұрыс айттым ба? Қарап С жауабын белгілейін деп жатырмын. Түсінікті ғой, өзгеріс ауқымы деген үлкен саннан кіші санды азайту болды, бар болған сол. Дорбада бірдей пішінді 9 боялмаған және 6 боялған асық бар дейді. Дорбадан 2 асық суырылды. Алынған 2 асықтың да боялмаған болып шығу ықтималдығын табыңыз дейді. Бұл жерде барлығы бізде 15 болып тұр ғой да. Енді бұл жерде байқап отырсыздар ғой. 9 боялмаған, 6-ы боялған. Жалпы барлығы 15 асық. 15 асық. Енді ықтималдықты білетіндеріңіз болса, формуласы былай еді ғой. Мысалға, ықтималдық А деген оқиғаның ықтималдығы дейтін болсақ, мысалға, содағы барлық мүмкін варианттың барлығын аламыз. Енді бөліміне жазамыз соны. Қандай варианттар бар, соның бәрін бөліміне жазамыз. Ал алымына, соның ішінде қай вариантты сұрайды, соны ғана көрсетесіздер алымына. М деп қояғы. Яғни бізде барлық вариант, яғни барлық асығы қанша, боялғаны бар, боялмағаны бар, барлығы 15. Соның ішінде міндетті түрде тек боялмағанын ғана сұрап тұр. Яғни 9, Міне. Бұл яғни бірінші асықты суырып алдым ғой дорбаның ішінен. Сол кезде 15 варианттың ішінен мен 9-ын алуым керек. 9 варианттың ішінен таңдауым керек. Дорбаның ішінде 15 асық жатыр. Соның ішінде маған керек, сол 9 асықтың ішінен алуым керек қой бірінші. Өйткені маған боялмаған асықтарды алуым керек қой. Бұл бірінші алғанында жүремін. Көбейтемін. Міне, ішіне бір асықты алдым, міне, мысалы бір боялмаған асықты алдым, сыртқа шығарып қойдым делік. Енді дорбаның ішінде қанша асық қалды? 14 асық қалды, дұрыс па? 14 асық қалды. Енді мен бір боялмаған алсам, ішіне қанша боялмаған қалды әлі? Әлі 8 бар ме? 14-тің ішінен 8-ін алуым керек енді. Түсінесіздер ме?
2 асық су құрған. Егер 3 асық су құрдық десе, міне уже келесі 13-тің ішінен 7-еу, 12-дің ішінде 6-ау деген сияқты кете береді солай. Бір боялған десе, мысалға, келесі мысал. 3-ші асықты алайын деп отырмын, оның бірақ боялғаны керек десе, не болады ол кезде? Ішінде 13 асық қалды, бірақ боялғаны қанша? 6-ау. 13-тен 6-ау деген сияқты. Түсінікті деп ойлаймын, иә? 15-тің ішінен 9 алдық. Бір асықтан кейін дорбаның ішінде 14 асық қалды, соның 8-і боялмаған ғой. Так, мынаны енді есептеп жіберейік, қанша болады? 15 пен 9-ға қысқартып жіберейік 3-ке. Мынау 5, мынау 3, 14 пен 8-ға қысқартып жіберейік. Мынау 4, мынау 7. Енді соны басқа қысқаратын жоқ, байқасам да. Бөлімі 35, алымы 12. 35-тен 12 деген вариант бар ма? С жауабы екен міне. Егер осы сұрақ бойынша тағы да түсінбегендеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырарсыздар, әлде толықтырып түсіндіруге тырысамын. Бірақ барынша түсінікті айтқандай болған сияқтымын. Келесі сұрақ. 16-дан кіші құрама сандардың қосындысын табыңыз дейді. Енді бұны сұрақ қиын емес, егер құрама сан не екенін білсек. Жалпы сандар бөлінгіштігіне байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Жалпы 3-ке бөлінеді деп айтуға болады. Бөлінгіштігіне байланысты. Яғни жай сандар және құрама сандар деп. Мысалға, құрама сандар деп бөлгіштердің саны 3 немесе одан да көп болу керек қой. 3-тен бастап, яғни әрі қарай көп болу керек. Мысалы, 4 деген сан қандай сандарға бөлінеді? 4 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді және 4-ге бөлінеді. 3 бөлгіш бар, көресіздер ме? 4-ті 1 деген санға бөлуге болады ғой. 2 деген санға да бөлуге болады, 4 деген санға да бөлуге болады. Міне осылай 3 бөлгіші, немесе одан да көп бөлгіштер болса, онда ол бізде құрама санға жатады. Мысалы, одан кейін 6. 6 деген санды қараңыздар. Мысалы, 6 деген сан 1-ге бөлінеді, жалпы кез келген сан 1-ге бөлінеді ғой. Сосын өзіне бөлінеді міндетті түрде. Сол 6 сол міне 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді және 6-ға бөлінеді. 4 бөлгіш бар екен бұның. Көріп отырсыздар, міне осылай ғой. Құрама сандар бөлгіштерінің саны 3 немесе одан да көп болса, онда ол құрама сан болады. Ал жай сандар міне 2-ден басталады. Яғни ол 1-ге бөлінеді және 2-ге бөлінеді. 1-ге және өзіне бөлініп отыратын сандардың барлығын жай сандар деп айтады. Мысалы, 3-ті айтуға болады, 5-ті айтуға болады. Міне, ол 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. 1-ге бөлінеді, 5-ге бөлінеді мысалға. Осылай кете береді енді. 7, 11 деген сияқты. Бұлар жай сандар міне. Ал бізге сұрақта құрама сандарды сұрап тұр міне. Ең кішкентай құрама санда сонда 4, 6 деген. Мен 3-ге бөлінеді дедім, бөлінгіштігіне байланысты. Міне жай сандарды, құрама сандар, міне жай сан 2-ден басталып тұр, құрама сан 4-тен басталып тұр. Яғни 1 деген сан қалып қойды, көріп отырсыздар ма? Ал 1 деген сан ол жайға да кірмейді, құрамаға да кірмейді. Түсінікті, ол бөлек қарастырылады. Себебі жай сандардың тобына кіру үшін бізде 2 бөлгіш болу керек. Минимум 2 бөлгіш болу керек. Жалпы кез келген санда 2 бөлгіші бар, 1-ден бөлек. Ал құраманың құрамына кіру үшін не болу керек? Бұда бөлгіштердің саны 3 болу керек, немесе одан да көп болу керек. Ал 1 деген санда байқап отырсыздар, уже ода тек 1 ғана бөлгіш бар, ол 1 деген. 1-ді 1-ге ғана бөлуге болады. Сондықтан бұл екі жаққа кіре алмай тұрған себебі сол. Жақсы. Құрама сандар 4-тен басталады сонымен. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Так, 16-дан кіші деді. 16-ның өзін алмаймыз ғой, значит. Осылардың барлығын қосу керек енді. Мынау 10 болады, 18 болады, 27, 37, 49, 63, 63-ке 15 қоссақ, 78 ба? Қателеспесем. 78 ал. Барлығын қосып шықты ал. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі екенін анықтап, жауаптардың арасынан сол санынан
300 есе артық болатын санды табыңыз дейді. Ал керек болса. Бұл жерде сөз есептерде жалпы текст түсініп алсаңыздар, енді қиын емес. Көз алдарыңызға елестетіп, жарты минут деген не ал? Біріншіден бастайық. 1 минут болса, мысалы 1 минут, сол 1 минуттың жартысын сұрап тұр ғой, яғни ол 30 секунд қоя. Немесе 0,5 минут, жарты минут дегесін. Білмеймін, қайсысын қолданамыз, қараймыз. Жарты минут 2,5 сағаттың қандай бөлігі дейді. 2,5 сағат деген қандай болады ол? 2,5 сағат деген. Есіп қояйық, 2,5 сағат. 1 сағат ол 60 минут, екінші сағат тағы 60 минут. Сосын жарты сағат бар, яғни 30 минут бар. Сонда 60, 60, 120, 120-ға тағы 30 қоссаңыздар, 150 минут сондай. Енді қайтадан қойық. Жарты минут, яғни 0,5 минут. 150 минуттың қандай бөлігі деп сұрап тұр. Қандай бөлігі екенін анықтап, осы жерін анықтап алайық бірінші. Қандай бөлігі екенін. Мынау 150, мынау 0,5. Бөлігін табу үшін осылай жазамыз ғой. Қандай бөлігі екенін табу үшін. Үлкен астқа, кішкентайын жоғарыға. Қатынас қой, 6-шы кластың тақырыбы бойынша. Қысқартып жіберейік. Алымында бөлімді 10-ға көбейтіп жіберейікші ал. Оңайлау болу үшін 1500 дейік. Аны 5 дейік. Алымын 10-ға көбейттім, 5 болып қалды. Бөлімін 10-ға көбейттім, 1500 болып кетті. Енді екеуінде 5-ке бөліп жібереміз. Так, неғағы 1, неғағы қанша болады? 300 ба? Онда 300-ден 1 бөлігі екен, 300-ден 1 бөлігі. Так, анықтап алдық. Енді ары қарай жауаптардың арасынан, яғни варианттардың арасынан, сол саннан, яғни 300-ден 1 деген саннан 300 есе артық болатын сан дейді. Мұна 300-ден 1-ден 300 есе артық дейді. Яғни 300-ге көбейтсе деп тұр ғой. 300 мен 300 қысқарады да, мұнда 1 шығады. Яғни 1 деген жауапты айтып тұр ғой. Қалай түсіндіре алдым ба? Жарты минут деген сонымен 0,5 минут деген түсінікті ғой. 2,5 сағат деген 150 минут деген түсінікті болды ғой. Оны айналдыра аламыз ғой. Қандай бөлігі дейді? Соң осы жерін тек қиналмасаңыздар, бұл да қиын емес шығар. 6-шы кластың тақырыбын білсек, 150-ден 0,5 деп алсаңыздар, 300-ден 1 деген сан шықты. Соны 300-ге арттырдық, 1 деген сан шықты. Жақсы, келесі. Так, 2w-3. Так, осындай өрнек болса, w нешеге тең дейді. Ал көрейік. Ақшамды көрейік. Жазып қояйық мына жерге. -3 тең 2. Жақшаны ашып жіберем ал. 6-ны w-ге көбейтем 6w. 6-ны -1-ге өткенде -6. Осыны әріпті өрнектерді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайын ал. Сол жағына әріпті өрнек жинайым. Сол жағында 2w деген бар. Мұна w-ді алып келем. Осы мұна -6 деген алып келем. 6w. Ал оң жағында бізде -2 деген сан бар, -6 деген сан бар. Және сол жақтан -3 плюс 3 болып келеді. Бұл енді 6-шы кластың тақырыбы. Теңдеу шығару, теңдеу шешу. Әріпті өрнектерді бір-біріне азайтайық. 2-ден 1 алам, плюс 1, 1-ден 6 алам, -5w. Так, -2, -6 плюс 3 қанша болады? -8, -5. Екі жақта минустар кетіп қалсын. 5-тен нешеге өткенде 5 болады? Яғни 1, 5-те 5-ке бөлем 1 болады. W деген бізде 1-ге тең екен. W деп тұрса оқыдым ба жалпы? Келесі, ұзындығы 50 см, ені 30 см. Так, болатын тіктөртбұрыш пішінді қаңылтырдан қабырғасының ұзындығы 20 см-ге тең квадрат кесіп алынды. Қалған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Ал ұзындығы 50, ені бар болған 30.
Енді бізде қандай алынып тұр дейді? Мысалы мына 30 болса, мына жағы 50. Қабырғасының ұзындығы 20-да 20 болатын квадрат қой. Мысалы 30 болса, 20 мына жерде болайық. И мына жағынан 20 деп алайық мысалы, иә. 20-да 20. Осындай қаңылтыр ғой, елестетіңіздер, 50-да 30 қаңылтыр, тіктөртбұрыш пішінді қаңылтырдан осындай 20-да 20 болатын квадрат кесіп алынды. Қалған бөліктің ауданын тап дейді. Яғни мына жақтың бөліктерінің ауданын табу керек бізге. Мына жағын. Не істей қоямыз? Мына бірінші үлкен төртбұрыштың ауданын таба қояйық. Үлкен төртбұрыштың ауданын табу білеміз ғой, 50 мен 30-ды көбейте қоямыз. 1500 болады. Сантиметр болса, енді сантиметр квадрат, иә. Енді бізде кесіп алынған квадраттың шаршының ауданын табу үшін 20-ны 20-ға көбейтеміз ғой. Ол бізде 400 болады. Ол да сантиметр квадрат. Енді 1500 сантиметр квадраттан 400 сантиметр квадратты қиып алса, яғни азайтамыз ғой. Онда 1100 сантиметр квадрат қаңылтыр қалады екен өзімізде. Мына боялған жері 1100 екен сонда. Түсінікті болды ма? Мына жердің ауданы 400, барлығы 1500, сол 400-ді алып тастап отырып қой. Қиын емес деп ойлаймын. Так, келесі сұрақ. Құрылыс фирмасына дейді. 60 куб метр пенобетонды 3 фирмадан алуға болады дейді. Тасымалдау құны мен жеткізу шарттары кестеде берілген. Қызметі арзан болатын фирманы таңдап, оған қанша ақша жұмсалатынын есептеңіз дейді. Жақсы, мына өмірден алынған сұрағы. Бізге 60 куб метр пенобетон керек. Енді бізде 3 фирма бар. Қолдарыңызға прайс лист ұстап отырсыздар. Қай фирмадан маған алған жеңілдірек болады ақша жағынан? Түсінесіздер ғой? Қайсысы арзанға түседі? Соны есептеуіміз керек. Қалай жауапты? Бірінші Ақсұңқарға барып көрейік. Ақсұңқарға бардық. Қай өтсіңіздер, міне пенобетонның бағасы дейді 1 куб метрге 2750 1 куб метр. Ал маған қанша керек? 60 куб метр керек. Яғни Ақсұңқар, ақ деп қойсам, қысқартып жазып қойын. Ақсұңқарға бардым. 1 куб метрді 2750-ден берсе, маған 60 керек ондайдың. Яғни 60-ты көбейтемін 2750-ге. 60 көбейту 2750 қанша болады? 2750. Так, 165 мың болады екен. 165 мың болады. Бұл 60 куб метрге. Енді еще оны не істеу керек? Үйіме дейін жеткізу керек. Оған тағы да доставкасын қосам, тасымалдау құны плюс 3200-ді қосам. 3200-ді қосам үстіне. 168200 болады. 168200 болады. Сонда Ақсұңқар деген фирмаға барсам, маған 60 куб метрімді 168.200-ге шығарып беріп тұр. Жақсы. Келесі фирмаға барып көрем, Жұлдыз деген фирмаға барып көрем. Жұлдызда не айтады маған? Біз пенобетонның 1 куб метрін 3100-ден береміз дейді. Осы жа Ақсұңқардан сәл қымбаттау екен, Ақсұңқар 2750-ден береді, бұяқ 3100-ден беріп тұр. Есептеп көрейік, сонда да 60-ты 3100-ге көбейтемін. 60 көбейту 3100. 186 мыңға шығады екен. 186 мың. Сосын жер қосымша шарттарын оқып жүрейік. Егер 150 мың теңге тапсырыс жасаса, тасымалдау тегін дейді. Егер 150 мың теңгеден асса, мына бағаңшы, алып атқан куб метр, жаңа пенобетонның алып атқан куб метрі 150 мыңнан асты ғой бізге, 186 мыңға шығып кетті даже. Яғни онда
мына доставканы есептемейсіз, 4200-ді қоспайсыз үстіне. Онда не деген сөз? Жұлдыз деген фирмадан мен пенобетон алатын болсам, 186 мыңға шығады екен. Ол әрине маған тиімсіздеу болып тұр. Ақсұңқармен салыстырғанда тиімсіздеу. Жұлдыздан кетіп қаламын. Азаматқа барам. Азамат деген фирмаға. Так, ол жақта 2780-нен береді екен 1 куб метрді. 60-ты көбейтемін 2780-ге. Ал көрейік. 60 көбейту 2780. 166.800 екен, ә? Бұл жақта 75 куб метрден артық тапсырыс жасаса, тапсырыс тасымалдау тегін дейді. Біз 75 куб емес, 60 куб алып жатырық, ә? Яғни аз алып жатырық. Одан 75-тен аз алып жатырық. Яғни үстіне 5200-ді доставканы қосамыз, ә? Тасымалдау тегін деген бізге келмейді екен бұл жерде. Так, 172 мыңға шықты. Ал сонда енді анализ жасаңыздар. Қай фирмаға барғаным тиімдірек? Ақсұңқарға барғаным тиімдірек екен, 168.200-ге шығады. Яғни А жауабы. Келсесіздер ғой. Келесі. Ертай банкке барып, депозитке 360 мың теңге ақша салды. Төмендегі диаграммада оның ақша салғаннан кейінгі алғашқы 3 айдағы ақшасының қаншадан өскені көрсетілген. Оның ақшасы 6 айдан кейін қанша болатын табыңыз дейді. Болады. Кестемен қарап таныса беріңіздер. 360 мың салды. 366 мың салды. Так, 360 мың салды. Бір айдан кейін ол қанша болып кеткен? 363 мың болып кеткен ғой. Яғни қанша қосылған? Плюс 3 мың қосылған. Так. Келесі екінші айында 366 мың болып кеткен ба? 366 мың болып кеткен. Қанша қосылған? Тағы да 3 мың қосылған. Так, одан кейін 369 мың болып кеткен. 369 мың болып кеткен. Тағы да қанша қосылған? 3 мың қосылып отыр. Сонда әрбір ай сайын үстіне 3 мың қосылады екен ғой, сонда 6 айдан кейін дейді. Сонда қанша болады 6 айдан кейін бұның ақшасы? Яғни 3 айда үстіне 9 мың қосылып тұр. Тағы 3 айда тағы 9 мың қосылады ғой үстіне. Сразу 9 мың қосып жіберейін бе бірден? Түсінесіздер ғой? Осылай міне 6 рет 3 мыңнан қосылу керек қой. Соны бірден 9 мыңды жазып жіберіп жатырмын. Так, 0,018 7 378 мың деген жауап береді бізге. 378 мың деген жауап. Түсінікті деп ойлаймын, қиын емес қой. Так, мына текстпен таныса беріңіздер ал. Тақта сүріп жіберейік. Бағжанның бірінші күні оқыған кітап бетінің екінші күні оқыған кітап беті санына қатынасы 8-дің 5-ке қатынасы дейді. Жазып қойын, Так, бірінші күн мен екінші күннің қатынасы дейді. 8-дің 5-ке қатынасында дейді. Ал екінші күнгісінің үшіншісіне қатынасы дейді. Екінші күнгінің үшінші күнге қатынасы 10-ның 7-ге қатынасында дейді. Егер Бағжан бірінші күні үшінші күнге қарағанда 45 бет көп оқыған болса, так, бірінші күн мен үшінші күн салыстырып жатырмыз, ма? Так, бірінші күн және үшінші күні үшінші күнге қарағанда 45 бет көп оқыған дейді. Мына екеуін салыстырған кезде мына 45 бетке көп болып тұр. 45 бетке көп. Шарты түсінікті ғой? Онда екінші күні қанша бет оқыған? Бізге екінші күнді ғана сұрап тұр. Былай істейік. Жалпы қатынас деген сөзді түсініп алайық бірінші. Қатынас деген нәрсе не нәрсе? Мысалға, мына бірінші не бойынша түсіндіріп көрейін, бірінші жазу бойынша.
бірінші күн мен екінші күннің қатынасы 8-дің 5-ке қатынасында дейді. Бізде бір сан бар, әзірше білмейміз қандай сан екенін, иә. Сол санды мен 8-ге көбейтсем, сол санды 8-ге көбейтсем, бірінші күні оқыған беттің саны шығады. Дәл сол санды 5-ке көбейтсем, екінші күнгі оқыған саны шығады. Түсінесіздер ме? Яғни ол санды мен әзірше білмеймін, дұрыс па? Яғни не деймін? Оны x деп аламын, иә. Яғни 8x десем, ол бірінші күндікі, 5x десем, ол екінші күндікі. Так, бұл түсінікті ғой. Келесі, екінші күні мен үшінші күні 10-ның 7-ге қатынасында дейді. Қалай ойлайсыздар? Мен бүйтсем разница бола ма? 8x-ті 16x деп алып, 5x-ті 10x деп алсам, екеуін де бірдей санға арттырсам, өсірсем, одан ештеңе өзгермейді, дұрыс па? Бірдей дәл солмен мағыналас болады. Екеуін де өткен бірдей санға өсіріп тұрмын. Тек бір жағын ғана өсірсем, ол болмас еді. Екі жағын өсіріп тұрмын. Енді неге мен өсіріп жатырмын? Өйткені келесі қатынас мына екінші күнді көрдіңіздер ме? 10 болып тұр. Мына бірінші жазуда да 10, екеуін бірдей қылып қояйын деп едім, түсінесіздер ме? Мынау да міне 10x болады сол кезде, мынау да 7x бола қояды сол кезде. Енді қараңыздар. 16x пен міне, жаңа біз айтты ғой, бірінші күн үшінші күннен 45 бетке көп деді ғой. Менде бірінші күн ол 16x, ал үшінші күн ол 7x. Бір-біріне азайтқан кезде 45 шығу керек. Осы жер түсінікті ме? Бірінші күн үшінші күннен 45 бетке көп деді. Мен бағана айттым, мына x деген ол әзірше білмейміз бір қандай сан екенін. Сол x-ті 16-ға көбейтсем, бірінші күннің бетінің саны шығады. Сол санды 7-ге көбейтсем, үшінші күннің саны шығады. Үшінші күннің оқыған кітап бетінің саны шығады. Сол бір-біріне азайтқанда 45 бет деп айтылды, жаңа 45 бетке көп деп есептің шартында. Мен осындай теңдеу құрастырып тұрмын. Сонда не деген сөз? 16-тан 7 аламын. 9x тең 45. Сонда x тең 5 екен ғой. Сонда біз екінші күн тап дейді. Бізде екінші күн ұмытып қалған жоқсыздар ғой. 10x болды. 10-ды 5-ке көбейте қоямыз. Сонда 50 бола қояды екен, иә. 50 деген жауапты белгілейміз. Так, келесі сатушы тауардың бағасын айдың басында 20%-ға арттырды, ал ай соңында 10%-ға төмендетті. Ай соңында тауардың бағасы алғашқыдан қалған қайда? Былай да көрмейді. Алғашқыдан қаншаға өзгерді деген шығар, енді қанша пайызға өзгерді деген сияқты ғой. Алғашқыдан 10%-ға артты, 10%-ға кеміді деген сияқты жауаптарын алғым керек екен. Түсінікті. Так, сатушы тауардың бағасын айдың басында 20%-ға арттырды дейді. Енді бұл жерде көріп отырсыз, цена ештеңе жазылмаған. Бұл жерде өзіңіз бір цена ала салуыңызға болады. Любой бір цена ала салыңыз. Мысалы, 100 теңгенің қаламын ала салайық. Қандай тауар екенді айтпаған, бір қалам деп ала салайық біз енді. 100 теңгенің қаламы 20%-ға арттырсам, қанша болады? 20%-ға арттырсам 120 теңге болады. Айдың басында осылай 20% арттырған 120 теңге болды. Енді айдың соңында осы 120 деген ценаны 10%-ға төмендету керек. Түсінесіздер ғой? 120 деген ценаны 10%-ға төмендеттірем. Енді 120-ның 10%-ы қанша? 120-ның 10% деген жалпы 100-ден 10 дегенді өлдірмей ма? Соны 120-ға көбейте қоямыз. Так, бұлай қысаптық. 120-ны 10-ға бөлеміз, сонда 12 теңге. Яғни айдың соңында 12 теңгеге арзандатамыз. 120-дан 12-ні алып тастаймыз. Сонда қанша болады? 108. Дұрыс па? 108 болды. Енді бастапқыда 100 теңге, қазір 108 теңге болып кетті. Сонда қанша пайызға өсті, немесе кеміді, не разница көріп тұрсыздар? Яғни 8%-ға артқан, көрдіңіздер? Келесі. Математика пәнінен халық олимпиаданың бірінші кезеңінен оқушылардың алған ұпайлары төмендегі диаграммада көрсетілген. 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар
олимпиаданың келесі кезеңіне өтпейді дейді. Олимпиаданың келесі кезеңінен неше оқушы өте алатынын анықтаңыз дейді. Так, Жанел деген оқушы 5, 4, 6 алған. 17-ден аса ма? 12, 17, 10. Жанел өтіп тұр. Бір бала өтті. Так, Ерсұлтандікі 9. Бұл да өтіп тұр, Ерсұлтан да өтіп тұр. Әділет 7, так 17. Бұл ровно 17 болып тұр. Так, 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар дейді. Өтпейтіндер, бұл ровно 17 алса, значит өтеді деген сөз ғой. 17-тен төмен болса өтпей алады деп тұр. Алғашқы 3 бала өтті. Асқарды көрейік. 7, 7-ге 4, 11, 11-ге 5, 16. Асқар өкінішке орай өте алмадың. Әділхан 3, 4, 5, 6 алған екен. Так, қосайық. 7, 12, 18. Құттықтаймын, Әділхан өтті. Манат 7 балл, 11 балл, 17 балл. Бұнда бәрі өтіп, тек Асқар ғана өте алмай қалды. Бізде барлық бала нешеу бізде не жерде? 6 баланың 5-еу ғана өтті. 5 баланы өтті дейміз. 3 және 4 санына еселік болатын дейді. 12 мен 69-ның аралығындағы теңсіздігін қанағаттандыратын x-тің неше мәні бар екенін анықтаңыз дейді. Ал кім қалай түсінді? Яғни 3 және 4-ке еселік болатын сандар ала аласыздар ғой. Еселік дегенді білеміз ғой, 3-ке де 4-ке де бөліну керек. Мысалға, мен қазір 6 деп айтсам, ол 3 пен 4-ке еселік бола ма? 6 деген сан 3-ке бөлінеді, бірақ 4-ке бөлінбейді. Көріп отырсыздар ғой. Яғни мен 12-ден бастаймын, 12 деген сан 3-ке де бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. Енді бірақ менде мынандай шарт қойған. 12 мен 69-ның арасынан ғана алуым керек мен. Яғни мына 12-ні ала аламын ба? Менде мынандай астында теңдік белгісі жоқ, көріп отырсыздар ғой. Значит, ала алмаймын. 12-ден міндетті түрде үлкен болу керек. 12-ден кейін келесі сан қандай? 24 қой міне. 24, 12 қоса бересіздер ғой онда. 24, 36, 48, 60 қоя. 60 болды осы. Так, x-тің неше мәні бар екен дейді. Неше мәні бар? Яғни 4 мәні бар. 4-еуін жаздық қой. 4-тен жауап деймін. Ал жауабымызды тексеріп көрейік. Тест аяқтау дейік. Мана бір сұрағымыз қате кетті, естеріңізде ме? Айттым, есептің берілгені дұрыс емес деп, қатемен жұмыс. Барлығы дұрыс екен. Тек мана екінші сұрақты түсініңкіремеп едік қоя. Өздерінің варианттары көрсетілмегенде. Статистика деген не ол тақырыбы ма? Жоқ. Жалпы түсінікті. Мына жерде енді есептің шарты бойынша қате енді. Менің түсінуім бойынша. Егер басқалар жоқ дұрыс, негізі осылай деп айтатындарыңыз болса, комментарий жазып қалдырасыздар. Менің оқып түсінгенім бойынша енді бұл қате болып тұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.